Ассалаумағалейкум достар, біздің каналға қош келдіңіздер. Жаңадан біріншіден видео түсіріп отырық. Машинаның тематикасын таңдап отырмыз. Көріп отқандарыңызда бұл менің өзім машинам. Бірінші обзор, ешкімден жалынбай өзіміздің машинамызды түсірейік деп шештік. Және ар жақта тұрған оператор жігіт, дос балам, Арман деген, оған бір лайк тастап кетіңіздер. Машинаға келетін болсақ, 2007 жылғы Hyundai Sonata 5 сериясы. Оның объемы 2-ден басталған, 2227. 2001 жылдан бастап 2013 жылға дейін шыққан екен бұл машина. Машинаның кузовы полностью оцинкованный болғанымен Қазақстанның ауа райына шыдай алмайды және көбінесе шіріктер пайда болады. Шіріктер қай жерде пайда болады? Шіріктер бұның подкрыльниктің астындағы пароктардан пайда болады. Бірақ жылына байланысты әр адамның машинаны қарап баптауына байланысты. Қарап отырсаң, в общем, шірімейді ғой машина. Айдап жүргеніме 1 жылдан асты машинаны. Ешқандай бұлай критический вложениелер керек емес. Ходовкасы мерс айдейтіндер ойлайтын шығар қазір. 124-тен де асып кетпесе, бірақ кем емес бұның ходовкасы. Дизайн жайлы айтып өтейік. Дизайн бұлай қарасаң, артынан бір Ягуарға ұқсайды да. Алдынан қарасаң, қазір алдынан көрсетіп жібереміз. Алдынан қарасаң, бұл машина Mercedes Luparic'ке ұқсайды. Неге корейцтердің неге бұлай дизайнға келген кезде тормозит еткендерін білмеймін. Бірақ алдын явно ұрлаған ғой. Mercedes'те қазір бұлай шығарып қоямыз. Luparic'тен артын Jaguar'дан ұрлаған. Бірақ бір жақсы өзінің свойстволары жолда қалдырмайды. Ходовкадан проблема жоқ. Қазір біз Тараз қаласында түсіріп отырмыз. Самый главный бұл машинаға бензин құйсаң, бұл жүре береді. Ходовкасының бәрі өліп қалған болса да, мягкий ғой, кәдімгі бір сөзбен айтқанда. Минимализациямен түсірілген обзор, бірінші обзор. Қандай да бір қателіктеріміз, қосатын жайттарыңыз болса, комментарияға астына жазып кетіңіздер. Ендігі кішігірім салонға обзор жасап жібер. Салонына келетін болсақ, салонда обязательно Holiday тарқын жүру керек. Шөлдеген кезде ішіп отырады. Салон просторный, ешқандай машинадан қайталанбаған, өзінің жеке бір стилі бар. По дерево жасалған пластиктер, автомат, типтроник, климат контроль, индукционный анау деген білмейміз бірақ. Климат контроль бар, кондиционер бар, қыстың күні жауратпайды, жаздың күні терлетпейді дегендей. Штатный магнитофон алып тастаған, оның орнына простой осында китайский LED экранымен магнитофон бар, қойылған флешка, бәрі салынады. Электропакет полный жұмыс жасайды. Және де 2007 жылы шыққан бұл машина көбінесе немістің машиналарында көбінесе подстаканник болмайды. Бұл жерде тек қана водительді ғана ойламаған, алдында отыратын жолаушыны да ойлаған да. Екеу бұл жерде. Подогрев сидений алдыңғы пассажирмен және водительге арналған. Рулі механический ғой, қолмен ғой, бәрі қолмен көтересің, қолмен түсіресің, дворниктер жұмыс жасайды. Маник, подфарник бәрі жұмыс жасайды. Салон велюр, пластик, сырты типа кожамен қапталған. Водительге ыңғайлы, орындықтың астына қолын жіберсең, алдыға артқа жылжи бересің. Тура 34 BMW-дағындай көтересің, жатасың, көтеріле бересің, отыра бересің, нақыл-мұқыл бәрі жылжиды. Электрический емес, механический. Пассажирский сиденьеге келетін болсақ, тура сондай повторять еткен водительдікімен бірдей тоже кете береді. Мынаны көтересің, түсіресің, жатады, ыңғайлы. Бардачокқа документтер салынады. Одан басқа ештеңке сала алмайсың. Орындыққа келетін болсақ, пассажирлер отыратын. Бұл жерде енді спокойно бір адам отырады, тағы да орын бар, алдында да орын бар. Менің бойым 1,79-80. Кішкене тиеді енді 1 сантиметр, 2 сантиметр жетпейді, нормально. Бұл жерде әдемілеп тұрып, өзінің емес енді. Чехолдар салынып қойған. Және де Кореядағылар көрініп тұр, бізде мықты дамып кеткенін. Міне подлокотник, даже артқы пассажирлерге подлокотник. Және де
2 подстаканник майда шүйде нәрселерді салғанға бұның бәрін ойластырып қойған екен да. Біздің Қазақстанда машина подлокотник емес, машина ойлап таппаған ғой әліше. Бір минусы айдағанда Audi сияқты, жүргенде Mercedes сияқты дейді. Бүгінгі обзорымыз осымен бітті деп ойлаймын. Енді көп те болса да, азау болса да сіздерге рахмет. Жаңадан ашылып отқан каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, отзывтарыңыз болса жаза беріңіздер, бәрін қабылдаймыз. Каналға көмек ретінде подписка жасап кетіңіздер. Рахмет сіздерге.